Баршаңызға сәлем қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ауызашарға ерекше идея, яғни жеп-жеңіл сорпа дайындайтын боламыз. Құрамында қарақұмық бар, яғни гречка. Осы бір ерекше сорпаны менімен бірге дайындап көріңіз. Ең алдымен тауықтың кез келген етін қайнатып пісіріп аламыз, тұзын салып. Содан кейін зажаркасын дайындаймыз. Майымызды қыздырып алып, пиязымызды салып қуырып аламыз. Менде тоң май, сіз кез келген майда қолдансаңыз болады. Сонан соң үстіне кез келген өзіңіздің қалаған көкөністеріңізді салсаңыз болады. Менде қызанақ және де үкіштен өткізілген сәбіз, менде қатырылған, сіз балғын күйінде қолдана берсеңіз болады. Осылай жақсылап қуырып жұмсартып аламыз. Сонан соң осы қайнап жатқан сорпамызға зажаркамызды саламыз. 10 минуттай қуырсаңыздар жеткілікті. Барлық көкөністердің піскенін күтіп қажет емес. Енді одан соң картобымызды саламыз. Орташа етіп туралған, осылай араластырып қақпағын жауып 5-10 минуттай қайнатып аламыз. Сонан соң қарақұмығымызды жақсылап жуып тазалап, оны да салып жібереміз. Барлық көкөністердің мөлшерлерін мен описание бөлімінде жазып қоямын. Енді дәмін көріп, дәміне қарай жетпеген жеріне тұзын, бұрышын салып, және кез келген өзіңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыз болады. Қақпағын жауып 15 минут қайнатып аламыз. Міне осыдан кейін барлығы дайын болды. Жаңағы пісіп тұрған тауық етімізді бөлек алып турап сорпамызға қайтадан салып жібереміз. Міне осындай бізде өте жеңіл, дәмді, үйлесімі өте керемет сорпа дайын болады. Бұл сорпа әсіресе балаларға өте керемет, асқазандарына ауыр тимейді. Мен осы сорпаны центрде жұмыс жасап жүргенімде балаларға арналған тағамдардан көріп ұнатқан болатынмын. Содан соң өзім қайталап жасап көрдім. Өте дәмді болып шығады. Егер де менің видео рецептім сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.